Ассалаумағалейкум ағалар. Бізде қонақта белгілі айтулы айтыскер ақын Біржан Байтуов ағамыз және де кәсіпкер онлайн танысу қызметін атқарып келе жатқан сенімді компанияның басшысы Бақытжан Нақып. Жаңағы азаматтық некеге болмаса не итпен ба, бәле батырмен үйленіп жатқан бірден бір себебі не? Жауапкершілік алмайсың да. Енді көшеде жүргенде басқаша ғой енді. Үйленетін кезде үйленетін қыз керек еді деп шығар. Сіздерді жағалап жүргендердің жасы көбіне қай жастағылар? Өзін тыңдап жүрген ағаларымыз да айтты, ойнас қылды, бала тап деген бір. Енді біз мынау өзенді бұлғап кейін барып тазалаймыз деген. Біздің ата-аналар осыны түсінбейді. Біз ертең балам күшті болып кететін сияқты. Болмайды ол күшті. Қазір әйел болатын қыз қалмады деген әңгімені көп естідік. Онда дұрыс күйеу болатын жігіт те жоқ. Қыз көрерлік деген дәстүр бар да. Бала мен ата-ананың арасында қарым-қатынасқа да жақын да. Біздің қазақтың жігіттері Құдайдан өзіне не керегін сұрауды да білмейді. Құда түсіп қояды, сен қызың балаң таный ма, оны танымай ма? 25-дегі жігіт қазір түк бітіріп жүрген жоқ. Себебі біз енді мынау мүмкіндігі шектеулі, мынау жесір. Ағын екемен етегінен ұстағанда тұрған ештеңе жоқ. Бізде жоқ сияқты. Сосын біз тексіздік деген сол. Шайдан артық тамақ асып, ет асып, мал сойып, қазақтың жайы бар. Ол жерде онда жүрмейді. Оны жаңа ақ итке көк ит шығып, жаман сөзіңді айтып, қарғап кеткеннен гөрі бақыт тіле енді. Өйткені жақсы жарыма істейді. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, сіздермен мен Нұржан Жақсылық. YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа шығарылым. Бүгін сан мыңдаған қыз жігіттердің отбасын құрмауының себебін іздеп, шешіміне бас қатырып көреміз. Ол үшін арнайы шақырылған меймандарымыз бар. Бізде қонақта белгілі айтулы айтыскер ақын Біржан Байтуов ағамыз және де кәсіпкер онлайн танысу қызметін атқарып келе жатқан сенімді компанияның басшысы Бақытжан Нақып. Ассалаумағалейкум ағалар. Уағалейкумассалам, қош көрдік. Қазіргідей уақыт тапшы кезде уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Бақытжан аға, жалпы сізді білгенімше таныстырдым. Енді әрі қарай өзіңіз айта кетсеңіз, бұрын немен айналыстыңыз, қандай қызметтерде жүрдіңіз? Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің есімім Нақып Бақытжан Ермағанбетұлы. 1983 жылы Сарыағаш ауданы Абай ауылында дүниеге келгенмін. Отбасылымын. Қазір теңіз өнімдері, балық, морепродукты сатумен айналысамын, жеке кәсіпкермін. Және де мынау қауіпсіз танысу қызметі Тугруп компаниясының осы бастамашысы, негізін қалаушысы осы компанияны қолға алып жүргізіп жатқан жайым бар қазір. Бәрекелді бастама, берекелі болсын деймін. Енді аға, мынау қауіпсіз танысу қызметіне қазір көңіл бөле бастауыңыздың себебі неде? Өйткені бұл проблема бұған дейін де болды ғой. Жалпы қажеттілік неден туды? Бұл қауіпсіз танысу қызметі бұл менің өзімнің жеке өмірімдегі қажеттіліктерден, сосын мынау қоғамдағы қажеттіліктерден, сұраныстардың барынан және де әртүрлі мынау қоғамдық қазір мынау әлеуметтік заманауи болып дамып жатқанына байланысты осы менің өмірімде осындай мәселелерге өзім көбірек жолыққан соң, өзім тәжірибемде болған соң, мынау қазақтың еліне бізде бір осы отбасылардың құрылуына, танысылуына себепші болайық деген ниетте аштық негізі жалпы. Түсінікті. Біржан аға, мынау Бақытжан мырзаның бастамасына қалай қарайсыз? Жалпы сырт көзге қандай ой келеді деген? Жақсы. Енді әлеуметтік желінің заманындамыз ғой қазір. Оның үстіне бұл жұмыстар белгілі бір азаматтар әртүрлі деңгейде жалпы әлеуметтік желіде, Инстаграмда, басқада жүзеге асып жатыр да негізі. Бірақ олардың қауіпсіздігі қай деңгейде деген мәселе бұл үлкен сұрақ белгісі. Сондықтан Бақытжан ағамыздың бастап жатқан мәселесі бұл ұсыныс беретін адамдардың құқығына, жеке азаматтығына, позициясына, өміріне қол сұғылмайтындай, яғни бір қауіпсіз деңгейде барынша шариғатқа сай етіп жасауға тырысып жатыр менің түсінігімде. Сондықтан осы жағынан алған кезде бір аса қатты бір жаңа шошитындай болмаса дұрыс емес дейтіндей ештеңе көріп тұрған жоқпын. Енді қараңызшы, уақыттар өзгеріп кетті. Біз бір кезде жаңағы әлеуметтік желіде танысуды аса құп көрмейтін едік. Ол телефонмен танысқан қайбір жетсет дейтін пікірде болдық осыдан мысалы бірнеше жылдар бұрын. Бірақ сіздің қазір бүкіл өмір сүру образ жизнь дейді ғой, өмір сүру жағдаятыңыз әлеуметтік желіге тікелей байланған заманға келдік та.
Енді қазір әлемдік осы технологияны зерттейтін эксперттердің сөзіне жүгінсек, бұл осылай бола түскен үстіне әлі де бола түсетін секілді. Тіпті біз қазір әлеуметтік желі, жаңағы өмір, бұл бұдан да ішіне кіре түсетін сияқтымыз да. Сондықтан енді заманына қарай адамы дейді, бұл бір мұқтаждықтан туған дүние ғой. Оның үстіне енді әлеуметтік желі деген бір үлкен алаң. Сіз ол жерде мүмкіндіктерді пайдаланып, қауіпсіздігін қорғалып жатса, қазір үйлену тым азайып бара жатыр. Сол үйлене алмай жүрген жастарға мүмкіндіктер туғызып жатса, одан бір шошитын ештеңе көріп тұрған жоқпын. Сондықтан жұмыстың қалай аяқталғанын емес, қалай басталғанына қара дейді ғой өзі Абай атамыз. Сол үшін жақсы басталып жатыр екен. Іске сәттілік, Алла абырой берсін. Екі дүниеде сауап алып келетін, қазақтың санын көбейтуге, берекелі отбасын көбейтуге жұмыс жасайтын бір жақсы жоба болсын деген тілектемін. Енді бұл әлеуметтік желінің ішіндегі емес, бұл біздің былайша айтқанда қызметіміздегі таныстыру болады. Бірақ ол әлеуметтік желідегі таныстырулар ол басқаша таныстыру. Сіздер әлеуметтік желі арқылы хабарласқанмен сіздер тауып адамдар. Бірақ сіздердің танысу қызметтеріңіз кәдімгі офлайн деңгейде болады ғой, адамдарды кездестіру формалары бар ма, қалай? Соны кеңірек түсіндіре кетсеңіз. Біздіңкі ерекшелігі, біз ешқандай анкеталарды әлеуметтік желілерге жарияламаймыз. Қауіпсіз деген сол. Қауіпсіздігі сол. Біздікі барлық анкеталарды, яғни ниеттестердің өздеріне ғана жеке-жеке жартылай таныстыру арқылы, егер дұрыс келіп жатса, толық анкеталарды бір-біріне беру арқылы жеке-жеке таныстырамыз. Сондықтан бұл біздікі әлеуметтік деуге жатпайды. Біздікі, мысалы, сіздің анкетаңызды біз алатын болсақ, біз әлеуметтік желіге жарияламайсыз. Сізді ешкім білмейді, ешкім көрмейді. Басқа танысулардан, парақшаларынан дейікші артықшылықтарыңыз, негізгі фишкаларыңыз осы болып тұр ғой, былай қарағанда. Негізгісі осы болып тұр, жалпы. Бірақ енді қазір біздің әңгімеміз басында әлеуметтік дегеннен кейін көрермендерге де түсініксіз болып қалмасын деп, осы жерді толықтырып айтып жатырмын. Әлеуметтік дегенге анкетаны алып, әлеуметтік желіге таратпаймыз. Енді бір жаңаға, мынау түр десе түрі, бой десе бойы бар бір жігіттер бар. Бір қарасаң ешкімнен кем емес. Енді солардан көбінен сұрасаң, қашан үйленесің десең, қазіргі қыздар мына үйі, жағдайы бар жігіттерге қарайды ғой, бізге әлі үміт жоқ деген секілді әңгімелерді айтады. Бір қарасаң әзіл сияқты естілгенмен астарында бір шындық бар секілді. Жалпы үй болып үй салған дұрыс па, әлде үй салып үйленген дұрыс па? Өте орынды сұрақ. Біз енді бала кезден бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген ұстанымды санамызға сіңіріп өстік қой. Ол өте дұрыс та. Бірақ заманның, қоғамның өзгеруімен адамдардың санасы да өзгереді. Сананы тұрмыс билейді деп айтқандай. Қазір үйлену жасы кешеуілдеді. Бұрын мысалы 20, 21, 22-де ары кеткенде 25-ке үйленсе, қазір 25-те үйлену ерте үйленген секілді болып, 30-да үйленбей жүрген бойдақ қыздар, жігіттер көп ақ. Енді өзіңіз қараңыз, егер бір қыздар мен жігіттер 30-да үйленіп жатса, сол кезде меніңше қыздың ол жігіт осы уақытқа дейін не істеді, үй-жайы бар ма, 30 жас деген аз жас емес, орда бұзатын жас, көлігі бар ма, қызметі бар ма деп қарауы ол орынды секілді. Бір жақты қыздарды айыптай берген бұл жерде жарамайды да, өйткені сіз 30-ға дейін әлі әке-шешеңе масыл болып, әлі бір тұрақты жұмыс істей алмай, әлі өзіңді бір ортада сыйлы, ортада өзіңді қалыптастыра алмай жүрген болсаң, ертең онда сен басы бүтін аманат қылып алып жатқан біреудің қызын қалай алып кетуің мүмкін. Сондықтан бұл белгілі бір жастарға қарап маңыздылығы артады, немесе кемиді деп ойлаймын. Ал енді оқуды енді бітірген бір 20-21-дегі жігіт болса, одан сенің дүниең жоқ, басқаң жоқ деп талап ету бұл жерде сәл орынсыз болады. Ол жерде тәуекелге барынша бел буу керек болады. Сондықтан кейде біз қарындастарымызды айыптай бергеннен гөрі олардың жан дүниесін түсінген дұрыс шығар. Өйткені шынында да қазір бір бос белбеу, өзін жауапкершілікті өзіне толық алмайтын жігіттер заманның бір жақсарғанынан ба білмеймін енді. Сондай бір азаматтар көбейді. Ертең ол жігіттер 30-ға дейін ештеңе істемей кеп, 30-дан кейін отбасын қалай ап жүреді, ол жауапкершілікті қалай ап өтеді деген мәселе туындайды ғой. Сондықтан менің ойымда, егер жігіт жаңағы бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген ұстанымды қаласа, онда ерте үйлену керек.
Сөйтті отбасыңмен бірге, жаңа жұбайыңмен бірге дүние жинауға кіріс, тіршілік істе. Жігіттің бір сипаты бұл мал табу керек. Бұл кәдімгі мойнындағы аманат ер азаматтың. Ол дүние қоңыздық емес, басқа емес. Кәдімгі еркек адам мал тауып отбасын асырау керек. Бұл Құдайдан берілген миссия бізге. Сондықтан сен мал табамасаң, мен мал табамайым деп ақталуға болмайды да. Иә, біреу көп табар, біреу аз табатын шығар. Бірақ әрекет етіп соны табу керек та. Сондықтан сен 30-ға келіп қыздарға ренжіп жүру бұл жігіттікке онша сай келмейді. Сен 30-ға келіп үйлендің ба, онда 4 құбылаңды түгендеп, не үшін 30-ға дейін жүрсің? Демек сенде миссия болған болу керек. Мен үйімді жайлап алайын, көлігімді реттеп алайын деп. Ал енді 30-ға дейін босқа жүріп кеп, қыздар енді осындай қазір дүниеге қарайды деп өкпелеу, ол өзіңнің әлсіздігіңді көрсетуден басқа ештеңе емес деп ойлаймын өзім. Сондықтан егер жігіттер негізі менің ойымда жаңағы үй-жай сабалам деп жүргеннен гөрі бірінші ерте үйлену керек. Ерте үйленгенін мен құптаймын. Мен өзім 19 жасымда үйленгенмін. Шыны керек, дүниемде басқамда ештеңе болған жоқ. Бірақ жұбайымды асырай алатыныма, мен отбасы болып жауапкершілікті ала алатыныма сендірдім. Ол да маған үміт артты, сенім артты. Құдайға шүкір, қазір үй-жайымыз да бар, көлігіміз де, қызметіміз де деген секілді белгілі бір деңгейде өз ортамызда бір қалыптасқан жетістігіміз бар. Ал енді мен осы жасқа дейін үйленбей кеп, сөйтіп бір қызға әлі ештеңем жоқ болып, сен дүние қоңыз екенсің десем қандай болады? Сондықтан бұл белгілі бір жастың мөлшерімен көбейіп азаятын бір процесс секілді маған. Түсінікті аға. Енді Бақытжан аға, әлеуметтік желіде танысу топтарында жас шектеу жоқ, енді сіздерде отбасын құрғысы кеп, сіздерді жағалап жүргендердің жасы көбіне қай жастағылар? Енді бізде қазір жас ерекшеліктері 20 жастан бастап 55-60 жасқа дейін. 60 жастағы кісілерде кездеседі. 20 жастан бастап 55-60 жасқа шейін болады. Көбіне қай жаста? Сұраныс? Көбінесе 30 бен 60-тың арасы. Енді қазір бізге жас балдарда келіп жатыр, себебі біз енді жастар жағына да насихат жасап жатырмыз ғой. Себебі оларда үйленетін кезде бір дұрыстау қыз іздесем, бір тектілеу қыз болса екен деген ниеттер болады. Отбасы дұрыс болса екен деген. Көшеде қыдырған кезде оны ұмытып кетеді. Оны ұмытып кетеді сияқты да, жастарда енді. Жоқ, біз біреуге жауапкершілік артқан құмарымызда өзімізге келгенде тайқып шығамыз ғой. Өзіміз жауапкершілік алғымыз келмейді. Енді көшеде жүргенде басқаша ғой енді. Үйленетін кезде үйленетін қыз керек еді деп шығады ғой. Жақсы қыз керек еді. Жақсы қыз керек еді үйленетін деп. Сондай ғой. Сол сияқты. Енді Біржан аға, мынау айтып жатырмыз ғой, дүниесі болса да әлі де үйленуден қашқақтап қорқып жүрген жігіттер бар, олар бар. Қыздар да бар. Не себепті жүрексінеді деп ойлайсыз? Қыздар да бар, Енді қазір бірнеше себебі бар. Біріншіден ажырасудың көбейгендігі. Ажырасудың көбейгендігі, ол ажырасу неден көбейеді білесіз ба? Ажырасу, сіз үйлену деген не ол? Бір шама адамдардың хақысын беру да. Сен әйеліңге қарауың керек, көңіл күйін тауып тұруың керек, оның денсаулығына қарауың керек. Полный жауапкершілікті аласың ғой енді. Біздің заманның бір кемшін тұсы, сол жастар жауапкершілік алудан азайып бара жатырмыз. Біріншіден бала күннен жауапкершілік жүктеп өсірмейміз. Қазір қаланың балалары, мысалы, мен өзім балаларымды қарасам, сабақ оқудан басқа, мысалы, ешқандай жұмыс жоқ та. Мысалы, біз бала күннен 5 жасар баланың өзінің жауапкершілігі болатын, 5-ші класс оқитын баланың өзінің жауапкершілігі болатын. Мен, мысалы, бала күнде 1-ші класс есімді білгеннен бастап, таңертең 7:30-да қорадағы қойды қой кезекке қосу менің мойнымда болды да. Жауапкершілік, күдік асында тұрасың, сосын падаға сиырды айдау, кешке солар түгел әкеп, қораға қамау, 5 жасынан бастап менің мойнымдағы жауапкершілік болды. Сен осыны өмір бойы қалыптастырған кезде, ол былай қойды айдап кел, шығарып кел деген оңай секілді. Бірақ сен оны күнделікті істеген кезде ол саған жауапкершілік жүктейді да. Ол сен кешке ойыннан ерте қайтуың керек, миыңда тұрады. Өйткені қой жоғалса, сен оны түнімен іздейсің да просто. Таңға дейін. Сондықтан сен өзіңе қайтасың да одан. Сол жауапкершілік қазір өзім балаларымда жоқ. Оларға атаң үйіне барып кел, ананың үйіне барып кел дегеннен басқа, сабағыңды оқы дегеннен басқа артық жауапкершілік жоқ. Әлсіреп өсіп жатыр ма? Менен гөрі балаларым әлсіз болып өсіп жатыр ма? Өсіп жатыр. Несін жасырамыз? Сол секілді белгілі деңгейдегі жауапкершіліктер қоғамда азайған соң, ертең сен азамат болған кезде де
сол жауапкершілік алмай өстің ғой, соны алғың келмейді. Қайнатаңның көңілін сұрауың керек, қайненеңе жұмсақ сөйлеуің керек, анаң құсап. Болмаса жаңағы балаңды әлдилеуің керек, ол ауырып қалады, әйелің мінез көрсетуі мүмкін, оны капризін жұту керек деген секілді бір қат-қат жауапкершіліктер жастар ағысы келмейді. Содан үйленуден қашады. Әйтпесе мен бір дүние жетпей жатыр, ойбай әлеуметтік жағдайдан деп айта алмас едім. Бұдан қиын замандарда біздің аталарымыз үйленген, ерте үйленген, соғыстың кезінде үйленген, ажыраспаған. Неге? Жауапкершілікті алып өскен кісілер еді ол. Сондықтан бірден бір үйленуден қашудың, болмаса дүниесі бола тұра қашқақтаудың бір себебі сол жауапкершілік алудан қаштық. Мысалы, Еуропа елдерінде білесіз ба, адам жаңағы некеге тұрмайды, заң некеге тұрмайды, жаңағы азаматтық некеге, болмаса не, итпен ба, бәле батырмен үйленіп жатқанның бірден бір себебі не? Жауапкершілік алмайсың да. Итте не жауапкершілік болуы мүмкін? Мысалы, кел десең келеді, тамағын берсең береді, саған ұрыспайды, ол мінез көрсетпейді, мені қыдырып демеуі мүмкін, басқа мысалы да. Адамдар ең соңында жауапкершіліктен қашудың бір зияны азғындыққа ұрынады да соңы. Итпен, құспен, болмаса мал жануармен. Кеше әлеуметтік желіде жүр, бір елдің қаласының мері крокодилмен үйленіп жатыр. Мексика, көрдіңіздер, крокодил ұстап алған. Сонда не ол? Құдай сақтасын. Сонда маған ешкім ештеңе претензия айтпаса деген сөз ғой. Ол сен анам тамағын беріп қоясың, болды. Осындай азғындыққа кетіп қалды. Құдай енді біздің қазақты одан сақтасын. Бірақ бізде де үйлену қазір 30 жас деген орта жас болып қалды. 30 жас деген сіз қайнап ататын кез ғой. Біздің қай аталарымыз 30-ға дейін жүрген мысалы бойдақ. Бірақ сіз қазіргі жастарды айыптай алмайсыз. Неге? Өйткені қоғам сол, заман сол болып келе жатыр. Сондықтан жауапкершілік деді. Баланы бала күннен жауапкершілік. Ол ертең 10 жасында, 5 жасында 5 жасар балаға тән жауапкершілікті, 10 жасында 10 жасар, 15 жасында 15 жасар балаға тән жауапкершілікті алмаған бала 25-ке келген кезде бар ғой, ол жауапкершілігін алып елдің азаматы болып кетпейді. Біздің ата-аналар осыны түсінбейді. Біз ертең балам күшті болып кететін сияқты. Болмайды ол күшті. Сен оған 10 жасында беру керек, жауапкершілік беруің керек. Мен мысалы үйде кейде келіншегіме ұрсын құрап айтамын да, ұрысқандай қатты айқы дауыс көтермейсің. Баланы тым өбектейсің. Жібер, уайымдайды да енді баласын. Жібер, 10-ға келді, 9-ға келді. Өзін жібер, өз істесін. Өйткені сен ол жауапкершілік бермесең, ертең Мұхтар Шаханов атамыздың өлеңінде бар ғой. 25-ке келгенше өз көжесін жылап ішіп жасықтар пайда болды деген біздің заман ғой. 25-тегі жігіт қазір түк бітіріп жүрген жоқ. Қараңызшы, оқып бітіріп келген әкесінің ақшасына содан бір жұмыс күтіп жүрмін дейді. Істеп жатқан түк жоқ, я тренировка жоқ істеп жатқан. Я қызға дұрыстап қараңдай алмайды қазіргі балалар ше. Осындай әлеуметтік жобалардың дүниеге келуінің бір себебі бар ғой. Қызға қараңдай алмайды жігіттер. Баяғы біздің ағаларымыз бар ғой. Енді бір шариғат шеңберінен тыс қызға қараңдауды мен құптап тұрған жоқпын. Бірақ жігіт болған соң енді сен үйлен десең қыз жоқ қой деп, әке-шешесі қыз іздеп жүрген жігіт тола да, білмеймін енді. Астында бұрын бүйтіп айтатын, шіркін машинамыз болса қыздар қарайтын еді деп. Астында машинесі бар. Машине болғанда кәдімгі мощный машинесі бар да. Бірақ қызға сөз айтамайды да. Бұл не бұл? Асықтық па, жаңа жылап ішіп жігіттер пайда болды деп. Әлеуметтік желінің бір несі, сен онымен тікелей контактіге түспейсің да, мына жақтан отырып жазасың. Осыған үйретіп тастады адамдар. Духы жетпейді. Адамның қазір WhatsApp-та жазған адамына тікелей барып жолығуға духы шыдамайды. Қызға барып жаңағы кездесуге шақырып, шай ішуге духы жоқ жігіттердің. Бірақ WhatsApp-пен ар жақта диванда отырып, мына жақта көрінбей жазғанды өлтіреді. Осындай себептер көбейіп, жастардың үйленбеуіне. Бұл Құдай сақтасын, осы бетімен кете берсе, жігіттер 30-40-қа дейін үйленіп, 35-40-қа дейін үйленіп. Кейбір елдерде, мысалы осы мұсылман елдерінде түріктер де кеш үйленеді. 35 деген орта жас болып қалғанда. Ирандықтар, Сирия жақтарда кезінде үйлену кешеуіл деген дейді. Бұның астарында проблема көп қой. Сен үйленбеген сайын 35-те 40-дағы үйленбей жүрген, 30-дағы үйленбей жүрген қыз бен жігіт тып-тыныш ма ол? Одан әпсі бар. Мысалы, ойлаңызшы. Астары көп та бұның енді зияны. Сондықтан барынша, мейлінше балаларды ерте үйлендіруге тырысу керек ұл мен қызды. Ол үшін сен жаңа айтқандай 5 жастан бастап өзің жауапкершіліктерді беріп отыруың керек та. Ал ол витаминдерді, ол жауапкершілік бермедің ба, 20-ға келген, 25-ке келген балаңнан бір үлкен ұлттың азаматын күтпей-ақ қой. Осындай мәселелер. Жақсы аға, өте маңызды мәселені қозғап кеттіңіз. Енді Бақытжан аға, мынау өз жұбын тапқысы келетіндерге ақ төлеп қатысатын танысу кештері, вечеринкалар бар екен қазір.
Сіздіңше бұл қаншалықты қауіпсіз? Жалпы бұған көзқарас қалай? Енді бұл танысу вечеринкасы деген бұл біздің қазақтың әдеп ғұрып салт дәстүріне, сосын екінші имани тұрғыдан да екеуіне де сәйкес келмейді. Сондықтан мен өзім бұндай жобаларды түбегейлі қолдамаймын. Бұл енді танысудың атын жамылып бір іс-шара өткізудің бір жолдары деп ойлаймын негізінде. Енді түптеп келгенде ақша табудың, енді ол ақша табу деп айтпай-ақ қояйын. Ол жерде әрқайсысы өзінің расходын өзі көтерер деп айтар, ішіп жейді деп айтар, танысады деп айтар, ойнап күледі деп айтар, көңіл көтереді деп айтатын шығар мүмкін. Бірақ мен бұл жобаны танысуға деп жатқыза алмаймын. Себебі бұл жерде көпшілік, групповой дейді ғой, бұл көпшілікпен болатын мәселе емес. Танысу деген мәселе менің ойымша, менің түсінігімде отбасының, өзіне жақын адамдардың айналасында, мысалы ағасы болуы мүмкін, оның жеңгесі болуы мүмкін, оның әкесі, ата-анасы болуы мүмкін, оның бір бауыр жанашыры болуы мүмкін. Егер жетім болса, оны қорғап жүрген адамдар болуы мүмкін. Солардың арасындағы болатын мәселе бұл. Себебі бұл үлкен өмірге қадам қашудың ең алғашқы бір бастамасы да танысу. Бұл көңіл көтеретін емес, сөзіңіз аузыңызда. Көңіл көтеретін емес, бұл болашақтың мәселесін талқылайтын дүние ғой, былайша айтқан бұл танысу соның басында. Ойланатын, ол жиналып көңіл көтеретін, ішіп жейтін, болмаса тағы бір нәпсі қандыратын бір нәрселер емес қой ол. Дұрыс айтасыз. Сол үшін мен бұндай танысуларға өзім түбегейлі қарсымын. Біздің танысуда ондай жоқ. Біздікі тек басқаша ғой. Жауапкершілік жүктеу ғой енді бұл кісілер. Ата-анасымен танысу. Біздікі, мынау басынан бастап танысуды, мынау танысу деген бұл ертеңгі өмірлік жардың былайша айтқан кезде ең жоғарғы бастамасы ғой. Сен қай жерден танысасың, қалай танысасың, соның бәрі ертең сіздің өміріңізге факторлар әсер етеді ғой. Сіз оны қай жерден таудыңыз, кім арқылы таудыңыз деген сияқты. Сосын ол танысудың маңызды өте жоғарыда. Енді мысалы біреу болуы мүмкін, автобуста танысып қалуы мүмкін. Болмаса таксиде танысып қалуы мүмкін. Болмаса қызметте танысуы мүмкін. Танысудың түрлері өте көп қой. Ал енді біздің танысу бұл өзіне сәйкес жарын таппай жүргендерге арналған ғой, біздің танысу. Түсінікті. Енді бір жаңағы мынау тұрмыс құрмай жасы келіп қалған қыздарға әйтеуір біреудің етегінен ұста, немесе некесіз болса да бала туып ал деп айтатындар бар қазір. Ондай ұсыныс мынау дос жарандарынан немесе туған туысқандарынан да кейде айтылып жатады. Жалпы бұл қазақы менталитетімізге қаншалықты сын болады? Енді өте ауыр сөз ғой. Тіпті осы бір пікірлерді қоғамда үлкен орны бар. Жұрт сөзін тыңдап жүрген ағаларымыз да айтты, ойнасқылда бала тап деген, бірдеңе қыл деген деп, енді ат жөнін айтып деп айтпай қояйын. Бірақ бұл қазақтың болмысында болмаған дүние. Бұл шариғатымызды қоя беріңіз, қазақтың жан дүниесінде, дәстүрінде, болмысында. Бұл енді білмеймін енді. Жаңағы кезінде кеңестік идеологияны санасына сіңірген кісілер қазір ата-әже болды, әке-шеше болды. Сондықтан біз кейде ата-анамызды барынша жақсы көреміз ғой, құрмет тұтамыз. Бірақ кейбір ата-аналар осы сөздерді айтты, естідік. Бірақ бұл жаңағы ағамыз айтқандай шариғат мүлде құптамайтын, біздің салт дәстүріміз мүлде құптамайтын жол. Бірақ енді бір нюанс бар да осы жерде. Етегінен ұста дегенде, ақ некемен етегінен ұстағанда тұрған ештеңе жоқ. Жақсы ол. Екінші жар болып ұстайсыз ба, үшінші жар болып ұстайсыз ба. Бірақ қоғам өре түре келіп, жаңағыдай екінші, үшінші жар болып етегінен ұстауға қарсы болуы мүмкін. Бірақ ойнастан бала тауып алуға қайтеден бола береді ғой дейтін адамдар бар да. Құдай сақтасын. Некесіз бала табуға қарсы емес. Бірақ некелі біреудің жаңағы жары болуына қарсы адамдар легі бар. Бұл енді кейде ол адамдарды айыптауға хақымыз жоқ шығар. Бәлкім олардың өмірінде, тағдырында қандай ауыртпалықтарға түскенін білмейтін шығармыз.
бірақ қалай дегенде де бұл ойнас қылу, некесіз бала табу, ол тексіздік деген сол. Сіз мысалы текті деп кімді айтамыз? Әке-шешесі бүтін, жаңағы ата-әжесі бар, әке-шешесі бүтін, бір толыққанды отбасыларды көзіміз сүйсінеді ғой. Ал енді сіз ойлаңыз, әкесі ажырасып кеткен жоқ түгіл, әкесі кім екенін білмеу, болмаса ол жаңағы бір әке деп өзіне жауапкершілік алмай, біреуді туғызда тастап кетіп, содан өскен бала қалай болуы мүмкін ол? Ертең қандай одан ұрпақ өсіп өнуі мүмкін? Ол ертең Құдай сақтасын да енді. Қандай деңгейге біз кетіп бара жатырмыз? Сондықтан бұл нәрсені түбегейлі қоғам болып күресуіміз керек. Әркім өз әулетінде күресін, өзінің отбасында күресін, өзінің айналасында күресу керек. Бұл жалғыз мемлекеттің күресуімен, болмаса заң шығаруымен бітетін шаруа емес. Бұл адамдардың санасының өзгерісімен, санадағы күрестермен бітетін дүние да, ұлт болып үйісумен бітетін дүние. Сондықтан қай кезде де бұндай көзқарастарға қатаң түрде тыйым салу керек деп ойлаймын мен. Оны қатаң түрде дегенде бір жаңағы олар жазалап жатпайсың ғой енді. Бірақ қоғам өзінің дір етіп ондай азғындық сипаттарға қарсы екенін, иммунитеті бар екенін көрсете алу керек. Ол қоғам дегенге сізбен біз қоя берші, мен айтып атқан жоқ қой, менің балам болмаса болды ғой, біздің әулеттен шықпаса болды ғой деген бір енжарлық біз қазақты құртады. Сондықтан қазақтың болмысына жат дүние көрдік па, біз дүр ете қалуымыз керек қой кәдімгі. Қасқыр жаңағы несін жонын көтергендей, жалын күжірейткендей дүр ете қалуымыз керек. Бірақ соңғы кездері осы біздің селқостығымыз, енжарлығымыз күшейіп кетті. Қандай қазаққа жат дүниелер болса да, онша бір қоя берші деп жаңа қолды бір сілтеуге бейім болдық. Осы нәрсе біздің түбімізге жетуі мүмкін. Сондықтан біз бұндай істерді көрсек, сөзіміз жетсе, сөзіміз жеткен жерге дейін, аяғымыз жеткен жерге дейін, қолымыз жеткен жерге дейін бұндай азғындықтармен күресуге тиіспіз деп ойлаймын. Әр қазақтың баласы міндет деп ойлаймын. Бәрекелді аға. Енді Бақытжан аға, жалпы бізді көріп отырған бойдақтар, жалпы тұрмыс құрмай жүрген кісілер, сіздерді әлеуметтік желіден немесе сайттан қалай іздейді, қалай таба алады? Және де ол қызмет көрсету құны қанша, жалпы халықтың жағдайы көтере ала ма оны? Енді бізді әлеуметтік желіден біздің YouTube каналдарымыз бар, Instagram каналдарымыз бар, тағы да әлеуметтік желілердің қолданатын бізде сайт деген нәрсе бар. Ол сайтта бірақ әлеуметтік желіде ол анкетасын ғана толтырады. Сол жерге, сол сайт арқылы ол тіркеледі бізге. Сол сайттың ішінде форма бар, сол форманың ішінде өзінің анкетасын, өзіне қалайтын жарын, қандай болмаса, соның бәрін толтырады, соның ішіне құжаттарын өткізеді бізге. Сосын телефон номерларымыз бар, WhatsApp номерларымыз бар, солар арқылы бізге шығуға болады жалпы. Ал енді құнына келетін болсақ, құны қазір тек қана бойдақтарға, үйленбеген, әлі тұрмысқа шықпаған, әлі ешқандай әлі некеде болмаған былайша айтқан кезде. Сондай адамдарға 50 000 теңге біздің танысу құны. Біз бұл 50 000 теңгенің ішінде 4 ай қызмет көрсетеміз. Бірінші келісімшартқа отырамыз, келісімшартпен таныстырамыз. Сол келісімшартпен таныстырып болғаннан кейін 4 ай қызмет көрсетеміз. Сол келісімшарттың аясында. Сол келісімшарттың ішінде бәрі көрсетілген, түсіндірілген, жазылған, бәрі заң аясында. Сосын ол кісіден бәрін құжаттарын бәрін қабылдап аламыз. 4 ай қызмет көрсетеміз. 50 000 теңге 4 ай қызметтің ішіне кіреді. Егер 4 айдың ішінде, енді уақыт деген қазір зымырап өтіп жатыр ғой. Егер 4 айдың ішінде табылмаған жағдайда, енді ол кісіге тағы қосымша 4 ай келісімшартты ұзартып береміз. Сонда 8 айға шейін қызмет көрсетеміз, 50 000 теңге. Екінші анкетамыздың құны бұл 100 000 теңге тұрады. Оның ішіне бүкіл күрделі анкеталардың бәрі кіріп кетеді. Күрделі анкеталарға ажырасқан болсын, бұрын тұрмыста болған болсын, жесір болсын, мүгедек болсын, қандай әлеуметтік саты бар бәрі. Бүкіл статустардың бәрі сол күрделі анкета. Күрделі анкета. Себебі біз енді мынау мүмкіндігі шектеулі, мынау жесір, анау ажырасқан деп бөлуге біздің ондай ақымызда жоқ сияқты. Сосын біз осының бәрін жұқалап алып, күрделі анкета деп жасадық. Күрделі. 100 000 теңгеге. Бұның 1 жыл
бұл 100 мыңға біз 1 жыл қызмет көрсетеміз. 1 жылдың ішінде сол ниеттестерге сәйкес ниеттестерді біз таныстырып отырамыз. Сол адамға, соның сұранысына байланысты, соның руына байланысты, соның қаласына байланысты барлық мәселелері сәйкес келген кезде ғана біз жарты анкетасын ғана көрсетеміз. Толық анкетасын еш уақытта бірден ашып көрсетпейміз. Себебі ол ертең оны мазалауы мүмкін, тағы болуы мүмкін, енді ұнатпай жатқан кішкене тағы да көндірем деген әрекеттер болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Соны алдын ала екеуінің ғана келісім шарты болып, екеуі ғана келіскен жағдайда бір-біріне номерларын береміз. Үшіншісі бізде ол 500 мың теңге тұрады. Ол 500 мың теңгенің құны ол 2 жыл қызмет көрсетіледі. Ол арнайы, мысалы, үлкен кәсіпкерлер болуы мүмкін. Үлкен атақты ғалым кісілер болуы мүмкін. Үлкен атақты спортшылар болуы мүмкін. Енді 500 мың теңгені жағдайы көтере алатын. Бай азаматтар да бар. Үлкен қалталы бай азаматтар солар алуы мүмкін. Үшінші қызметімізді. Біз оларға арнайы менеджерлар жалдауымыз мүмкін. Арнайы уақыттар бөлуіміз мүмкін. Арнайы олармен жұмыс жасауымыз мүмкін. Себебі ондай адамдардың өзі қалабы күшті болуы мүмкін. Қалабы күшті, уақыты жоқ. Олардың несін біз басқаша іздеуіміз мүмкін. Себебі біз көбірек қаржы салуымыз мүмкін да ол кісінің қызмет көрсету барысында. Ондай кісілерге ерекше қызмет көрсетіледі жалпы. Түсінікті аға. Енді бір жаңаға жасы 30-ға жақындаған талай жігіттерден, жолдас балалардан қазір әйел болатын қыз қалмады деген әңгімені көп естідік. Енді бұл уақыт өткізіп алғасын айтылған әңгіме ме, әлде шынында жақсы адам аз қалды ма? Жоқ, сен осы қоғамда өмір сүріп жатсаң, сенің теңің бар ғой. Демек, әйел болатын жақсы қыздар қамады деп есептесең, онда дұрыс күйеу болатын жігіт те жоқ деген сөз да. Өйткені ол сен қыз да жігіт те бір қоғамда өмір сүріп жатыр. Сондықтан бұл бір ауыр сөз. Бұл бір жауапкершіліксіз бейпіл ауыздан шыққан сөз да. Содан кейін қай заманда болсын жақсы қыздар да, жаман адамдар да бар. Ол жақсы, бірақ жақсының жарнамасы мен мұндалап көрініп тұрмайды, жамандардікі көрініп кетеді да. Жақсы адамдар көп жағдайда тасада үнсіз қап кетеді. Сондықтан егер жаңағы ниетіне қарай әркімге беріледі ғой. Сен өзің көп қыздардың көз жасына қаған болсаң, 30-ға дейін дейікші, мысалы өміріңді есеп соқтықпен, қызғырқынмен ойнап күліп өткізген болсаң, онда сен неге сен таза жақсы пәк қызға лайық емессің ғой. Сондықтан бұл жерде лайықтылық деген бар. Құранда анық айтылады. Арсыз әйелдерге жалпы мағынасы арсыз еркектер деген секілді да мысалы. Сондықтан тең-теңімен тезек қабымен деп қазақ әдемі айтқан. Егер жақсы қыз кездеспей жатқан болса, сен өзің түзе. Баяғыда бір ана айтыпты деген бар ғой, бір әдемі өнегелі сөз. Баласы шіркін маған жақсы қыз, қандай жақсы қыз жолығар екен десе, балам сен жақсы қыз не қыласың, сен өзің жақсы күйеу болуға дайындал, соған әрекет қыл, иманыңды күшейт, сол кезде жақсы қызды Алла саған өзі дайындап қояды деген. Соқсап, әркімнің жұбы бар, тең-теңімен, тезек қабымен. Бір сондай бір тап-таза үлбіреген қызды бәленің бәрін көрген жігітке Құдай қоспайды. Болмаса, сондай бір оңбаған қызды тап-таза кәдімгі сабағынан үзілейін деп тұрған бидай секілді бір жаңағы момын жігітке Құдай қоспайды. Тең-теңімен, тезек қабымен. Біреу айтып жатады қоғамда, әйел ондай болып шығыпты, ойбай күйеу бала мұндай болып шығыпты, оңбаған екен деп. Екі жақтан да ғой ол. Түптеп егер шариғатта да бар ғой, сен біреу шағым айтып келсе, біреу бір көз шығып келсе дейді, сен оған қарап шешім айтпа, бәлкім екінші жақтың екі көз шыққан шығар дейді да. Сондықтан бізде қыз не, әке-шешене қызының айтқанымен шешім қабылдайды, ойбай күйеу бала оңбаған бопты, ондай бопты, мұндай бопты. Ол жақ келініміз осындай оңбаған екен, ондай бопты, мұндай бопты дейді. Бірақ жаңа баласының мәселесін, қыз жақ қызының мәселесін қарамайды да. Екі жақтан. Бірақ қай қоғамда да жақсы қыз да, жақсы жігіттер де бар. Көп ақ. Сондай бір иманды, ибалы қыздар, жігіттер көп ақ. Сен өзіңнің ортаңда жоқ болғанға неге әлемде жоқ деп ойлайсың оны? Сен өзің жүрген жерің
баратын жерің клубпен Қыз-Қырғынның болмаса жаңағы тек кештетіп кешкі клубтардың, кешкі дискотекалардың ортасы болса, ол жерде сен іздеген, сен ойлаған жоқ. Сен оны басқа аулалардан іздеу керек. Еңбектену керек. Бізде қыз іздеймін деген не? Қыз іздеймін деп қызды да дұрыстап іздеуді білмейміз да біз. Бұрын Құнанбайлар қалай іздеген да, мысалы өзінің балаларына, Абайға, пәлен жерде Алшынбай, оның пәлен деген әйелінен пәлен деген бір қыз өсіп келе жатыр екен, ол медреседе Құран жаттапты, үйтіпті, бүйтіпті деп іздейтін да. Біздікілердің қыз іздеу формасы не? Әлеуметтік желіден әркімнің несіне, парақшасына жазылып, соған жазып көру, лайк басу, болмаса тағы білмеймін. Қызды да дұрыстап іздей алмаймыз да біздің жігіттер. Сондықтан оны сен ізден, әрекеттен. Жақсы қыз, жақсы дүние жасырын тұрмай ма? Сен алтын ақша іздесең де оны еңбектенесің ғой. Ана жерде көшеге барып кеп барсаң ақша жатпайды ғой жерде. Болмаса сен құнды бір, машина іздесең де Грузияға барып кеп алып кеп жатыр ғой мысалы. Мысалы да енді астыңа мінетін көлікті темір ертең сатасың. Иттей болып санды алып, билет алып Грузияға барып, болмаса сояқта перегонщик жігіттерге хабарласып, азаннан кешке дейін сайтты қарап, ақтарып, жұмыс, машина алудың өзіне еңбектенесің да. Бірақ сен жақсы әйел, өмір бойы сенімен жақсы жар болатын адамды сен еңбектенбей тапқысы келеді да, ізде оны. Ол тасада өскен еңлік гүл да ол. Ізден сен оны, ниетің туралы, Құдайдан сұра, сосын Құдайдан сұрау керек. Біздің қазақтың жігіттері Құдайдан өзіне не керегін сұрауды да білмейді. Мысалы, бір бауырымыз айтады, қажылыққа барып келіп жатсыңдар, қандай күшті, шіркін, мен де барсам ғой дейді. Сосын қалай барасыңдар? Сосын айттым, сен Құдайдан сұрадың ба қажылыққа? Алла, мен қажылыққа апаршы деп, сен бүйтіп ойландым. Мә, сұрамаппын дейді. Сен Құдайдан сұрамасаң қалай барасың енді оған? Оны беретін Алла, алатын Алла, бүкіл нығметтердің иесі Алла. Қадір түнінде сұра дедім да. Мен айтар едім, жақсы жарым іздеп жүрген қыздарға болсын, жігіттерге болсын. Сен қадір түнінде Құдайдан сұра, қолың жайып. 5 уақыт намазда сұра, бірақ қадір түні ол тағдырлары түні, тағдырың шешілетін түн, тозақтан азат етілетін, келесі жылға дейін кім үйленіп, кім дүниеге келіп, кім қажылыққа барып деген секілді бір жылдық тағдырларын толық шешілетін түн. Сұра Құдайдан қол жайып, сұрап атқан жоқ саған, платный емес сіздердің жаңа сайттарың секілді мысалы, теп-тегін да, қол жайда түнде бір-ақ түн, таңға дейін онсыз да PlayStation ойнап, болмаса футбол көрем деп талай таңды өткіздік батыр ғой жігіттер. Мен оны жаңа футбол көрме деп атқан жоқпын. Бірақ өміріңе мән беретін, бүкіл тағдырыңа былайша айтқанда нәр беретін адамды іздеп жүрсең, сен бір түнін қисай, сөйтіп Құдайдан сұра. 4-5 сағат, 5-6 сағат өтеді де кетеді. Сұра Құдайдан қол жайып. Алла, маған осындай қызды нәсіп етші деп, бойына дейін, түріне дейін, түсіне дейін сұра. Мен мысалы өзім жарымды қадір түні Құдайдан сұрағанымда. Жарым өзім жұбайымды айтады. Мен де қадір түні Құдайдан сұрап едім дейді. Сондықтан сен шынымен сұрасаң, Алла саған сен ойлағаннан да жақсы жарды береді, бірақ ол үшін сен өзің жақсылық. Қадір түнінде кім сұрайды? Жүрегінде иманы бар адам сұрайды ғой. Жүрегінде қадір түнінде сен тұрып қол жайдың деген сөз сенің жақсылыққа қарай бет бұрғаныңның бір дәлелі да. Сондықтан иншалла жақсы қыздар да жақсы жігіттер де көп қой. Бірақ оны сәл еңбектеніп, сәл маңдай тер төгіп, сәл әрекет қып, сәл Құдайға жалынын қарау керек та. Сол кезде бәріне кездеседі деп ойлаймын, Құдай қаласа. Бәрекелді аға, Алла риза болсын. Енді Бақытжан аға, сіздер арқылы адамдар бірін-бірі тапса да, құндылықтары сәйкес келсе де, жолыққан кезде не туралы сұрауды, қандай сұрақ қоюды білмейтіндер бар, оларға сіздер тараптан, мамандарыңыз тараптан жәрдем бар ма? Ары қарай нұсқаулық деген секілді. Біз қазір бұл мәселені қыз көрелік деген қазағымыздың өзінің дәстүрінде әдемі атау екен, қыз көрелік деген дәстүр бар да. Біз енді осы қыз көрелік дәстүрін насихаттап жатырмыз қазіргі таңда. Өзіміздің ниеттестерге өзіміздің ниеттестерге насихаттау арқылы біз бұған неге жетеміз? Қарап отырсаңыз, қыз көрелік дәстүрі бұл аты оңай бір қыз көруге баратын сияқты болып тұрады, бірақ бұның да біз қазіргі өзіміздің заманауи осы Тугруп компаниясының атынан біз бұны форматтап, насихаттап жатырмыз. Біз ниеттестерімізге айтамыз, осындай қыз көрелік дәстүр бар.
осы қыз көрелік дәстүрінде мүмкіндік болғанша қыздың үйіне барып, жігіт қыздың үйіне барып көру керек. Сол кезде ол жерде байланыстар пайда болады. Қандай байланыстар? Үлкендердің араласуы пайда бола бастайды. Үлкендердің көруі, үлкендердің күйеу баланы сынауы, үлкендердің отбасылық нелерін бір-біріне тең-теңмен тезек қабымен деп жатсыз ғой. Сол мәселелерді байқауы, себебі үлкен адамдар бәрі бір өзінің баласына болсын, ағалар, қайнысіне, жеңгесіне болсын, жаны ашып, өзі сондай, сол жақсы жерге барғанын қалайды. Қыз көрелік дәстүрдің артықшылығы қыздың үйіне барғаннан кейін бүкіл мәселелерді көріп үлгереді. Материалдық жағдай, әлеуметтік, материалдық жағдай, қандай әулет екенін, тур келе ма, дұрыс келе ма, келмей ма. Сол біз ол форматты қыздың үйіне барған кезде тағы әлеуметтік жағдайларын да, материалдық жағдайларын да ойластырып, оларға айтып жатырмыз. Сіздер қыз көруге келген жігітке шайдан артық тамақ асып, ет асып, мал сойып, қазақ дәстүрі ол жерде онда жүрмейді. Шығындалудың қажеті жоқ. Тек қана шайыңызды бересіз, нан ауыз тигізесіз, 1-2 сағат әңгімелесесіздер. Болды, бітті. Өте бір керемет форматта. Келеді, 3-4 адам отырады. Қыз бен жігітті жаңағыдай өздері көретіндей, бірақ дауыс естімейтіндей жерге бір оңаша шығарып сөйлесіп алыңыздар деп айтуға болады. Сөйлесіп көріңіздер өздеріңіз деген сияқты. Сосын тағы да бір мәселе, біз осы жерге қосып айтып жатырмыз. Егер жігіт қызды ұнатса, алдын ала дайындалып, бір өкі сияқты бір сыйлық ала барсын өзімен. Жеңіл. Қызға сыйлап кет. Бұл өкі сыйлау деген сіздің маған тұрмысқа шық деген белгі емес. Бұл сөз салу емес. Қыздың көңілі ғой енді былайша айтқанда. Тек қана ұнаттым деген сөз. Сіз маған ұнадыңыз. Лайк десеңші. Лайк. Енді бұл белгі ретінде, баяғыда қазағымызда қамшы деген белгі болды. Қамшы тастап кетеді, қайтып бару. Қазір біз осыны үкі тастап кетесіздер ғой сіздер. Үкі жоқ, үкімен қызға беріп кетеді. Бірақ қыздың оны алмауға ақысы жоқ. Бұл үкіні алу-алмау қыздың жауап беруі емес ол. Омен шешілмейді деген. Сыйлап кетті, болды, омен шешілмейді. Бір нәзік сыйластық қой. Бұл үкі ешнәрсе шешпейді ол жерде. Енді ары қарай қыз біледі. Демек, қыз, жігіт жағдай ұнады. Көңілі бар. Ары қарай енді үлкендер араласқаннан кейін бұл мәселеде өзі жайлап шешімін тауып кете береді. Себебі үлкендер айта алады ғой, мысалы, мынау сәйкес келуі мүмкін, сәйкес келмеуі мүмкін, тағы да. Сосын тағы да бір айта кететін мәселе, бұл қыз көрелік дәстүрін, құда түсумен, сырға салумен, сондай мәселелермен шатастырып алмау керек та. Бұны қыздың да жағы хабардар болу керек, жігіттің де жағы хабардар болу керек. Жігіттер енді қазір енді айтамайды ғой, бәрі әке-шешесімен барсын деп айтамаймыз ғой. Ол ағасымен бару мүмкін, болмаса бір үлкен бір көкесін ертіп бару мүмкін, жеңгесін ертіп бару мүмкін. Бірақ бұл қыз көрелік дәстүрінің бір қызығы, қыз көруге баратын үйге, егер ол қазақ болатын болса, біздің дәстүрімізді сыйлайтын адамдар болатын болса, қыз көруге келген жігітке отказ жасауға ақысы жоқ екен. Дәстүр бойынша да. Қызын келеді, қызын көреді, бір шайын ішеді, келеді. Ары қарай ол өзі қызды кім көрмейді, қымызды кім ішпейді дегенде ғой енді. Сол үшін жігіт қазіргі заманда, мен өткенде үлкен кісілерден бір-екеуінен сұрап көрдім, қыздарды қалай көріп жатсыздар деп. Сөйтсем айтады, қазір қыз бен жігіт кафеде кездеседі, кафенің шығынын жігіт төлейді дейді. Кафенің шығынын жігіт төлейді дейді. Мен айтып отырмын, ол жігіт бір қыз көрмейді ғой, ол бірнеше қыз көреді. Әр қайсысын кафеге шақырып, оның соның кафеде оңай емес, кемі 10 мың шөтін төлеп, кафеге отырғаннан кейін бір кемінде 20-30 мыңға жай отырасың ғой. Мысалда 50 мыңға отыруың мүмкін 4 адам отырсаң. Сондықтан қазір әр жігіт шығындала бермеу үшін біз осы нәрсені қолға алып жатырмыз қазір.
Бұның ұялатын ешнәрсе ешқандай несі жоқ. Қайта форматы да әдемі, материалдық жағдайға, шығындарға. Кейін тіл табысып атсаң, ары қарай істей бер. Тіл табысы ары қарай патша көңіліңіз. Иә, патша. Шашыласыз ба, джип сыйлайсыз ба, квартира сыйлайсыз ба, самолет сыйлайсыз ба, оның бәрі патша көңіліңіз. Осы мәселелердің бәрін біз қарастырып, қазір бізге 50 мың теңге беріп, қаншама бір құнды нәрселер алса екен дегенде біздің ойымыз ғой. Дәстүрлерді жаңғыртып жатырмыз дейсіз. Енді бұл бізге берген 50 мың теңге бұл келешектегі ниеттестерге де өте үлкен пайдасын тигізеді. Сонымен қатар қараңыз, сіз бізге келген кезде сіз 50 мың теңге төлеп, мынау қазақтың дәстүрін жаңғыртуға үлес қосып отырсыз. Сосын келесі ниеттестердің танысуына үлес қосып отырсыз. Әсері бар ғой материалдық жағдайда. Енді соны менің қазір айтатыным, мысалы, қазір бізді халық қолдау керек болып тұр. Егер халық қолданбайтын болса, біз ешкім емеспіз. Әрине, көпшілік. Халық қолдау керек, бұл бір-біріне насихат арқылы кету керек, бұл бір-біріне айту керек, осындай ашылықты әдеп қылып салт дәстүрден асып жатқан жоқ екен. Кетсе 50 мың теңге өзің қазағыңа кетер. Ешкім былайша айтқан кезде жаңағыдай ақыретпен, шариғатпен алған кезде дүниені ешкім көтеріп алып кете алмайды ғой. Ол қайда келеді? Өзіміздің қоғамға пайдасын келтіреді. Дұрыс танысудың бір осы замандық үлгісі қалыптасады дейсіз ғой. Енді бұны біз ары қарай, егер қыз басқа қалада болса деген мәселелер де бар да, мысалы. Онда ешқандай қиындық жоқ. Қыз бала үйіне демалысқа келеді, тағы басқа нәрсе болады. Сол кезде алдын ала айтып, келісіп, қыздың үйіне көру. Енді бізде қазір мынандай ғой, қазір уақыт жоқ. Қызым басқа қалада, оны қашан келеді, ол мен білмеймін ғой деп, ондай үлкен-үлкен сылтаулар айтудың меніңше керек емес деп ойлаймын да. Жалпы одан да қызының басқа қалада жүргені болса, мысалы, ол қайта пайдалы емес пе? Өзіне үйіне кеп, болашақ күйеу жігіт кеп көріп кеткені. Ол уайымдамайды басқа қалада жүрсе де, мысалы. Егер біз, мысалы, біздің форматты ұсынбаған болсақ та, біздің форматпен жүрмейтін болса, екі жақ. Қойшы, олардың форматымен емес, біз өзіміздің қалағанымызша кездескіміз келеді, қалағанымызша жүргіміз келеді деген болса, алдын ала бір-бірімен келісіп алған дұрыс та. Формат қандай болады деп ше бір ауыз сұраған дұрыс. Осы форматпен ба, әлде еркін форматпен ба? Еркін формат болса, онда өздері біледі, қай уақытта жолығады, қалай жолығады, ешкім ешқандай. Егер формат дейтін болса, жаңағыдай біздің қойған форматымыз сақтаған дұрыс болады да, екі жаққа да ол ыңғайлы olur. Мысалы, 2 сағаттан аспау керек дедік қой, 2 сағаттан аспау. Шариғатқа да, мұсылманшылыққа да. Оның уақытысы болмауы мүмкін, ана көкесі ақсығып тұру мүмкін, тағы бір нәрсе болып қалуы мүмкін. Сол үшін, мысалы, тамақ дайындалмай-ақ қойсын дедік қой, мысалы, тамақ дайындалмаған дұрыс, мысалы. Ана олар да ыңғайсызданып қалады, мысалы, ішке дегенде, мысалы, ол былайша айтқан кезде бір құдалық сияқты болмаса бір қонақ күту, ондай не емес қой, тек қана қыз көру дәстүрі болды. Сондықтан біз осының бәрін форматын бекітіп, қазір насихаттап жатырмыз. Жақсы, іске жақсы аға, бойдақтарға өте жеңіл формат екен деп ойлаймын. Енді бір жаңаға жалпы адам болған соң талғам да әртүрлі ғой. Қанша адам болған соң сонша талғам бар. Кейбір әйел кісілер өзіне жас жігіттерді іздейді. Кейбір жігіттер өзінен үлкендерді қалыпты деп қабылдап жатыр қазір. Өзінен 10 жас, 15 жас үлкен әйелді өмірлік жар ету ұят, ерсі емес пе? Енді соңғы кездегі өнер жұлдыздарының үлесі бар дейсіз ғой, бұны насихаттауға. Негізінде бұның бір белгілі деңгейде тыйым сала алмайтын шығармыз бұл мәселеге. Бірақ жаңа тең-теңімен тезек қабымен деген қазақтың сөзі осыған келеді. Жас шамасы да қатарлас болса, әлеуметтік маңызы да. Бірақ енді ол бізде жаңағы кезінде бір қатты қалыптасты ғой енді. Еркек үлкен болса болсын, әйел жаңа жас үлкен болмау керек деген. Мен ойлаймын енді бұны бір союздың кезінде заңмен шектеді ғой енді бір әйелді. Сол кезде жаңағы әйел тез қартайып қалады деп, барынша жастауын алуға тырысу сол кеңестік кезеңде пайда болды деп. Ал енді шариғатқа келетін болсаңыз, бұның бір қатты шегі жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадиша анамыз өзінен 15 жас үлкен болды, жар етті, жаңағы
исламды алғаш қабылдаған, сондай бір әлемге игілігімен, үлгісімен танылған әйел кісі еді. Сондықтан біз бұндай шешім қабылдаса, біреуді бір аса бір кейде жамандасақ, жерден ап жерге сап кәдімгі жоқ болып жібереміз ғой біздің бір жаман жеріміз. Мақтасақ, жаңағы айға апарып тастаймыз. Түсіністікпен қарау керек шығар. Бірақ менің ойымда жалпы бір қатарлас, өз құрбысы, өз теңі болса, оның тіл табысуына да, оның жаңағы әзілдесуіне де, оның жаңағы қазір мысалы мен өзімнен 10 жас кіші балалардың айтатын приколдары маған өтпейді да. Менің айтатын приколдарым олар өтпейді екен. Өз мінім бар. Басқа айтатын әңгімелер басқа. Сонда олармен қатарлас қыздардың да айтатын әңгімесі темасы басқа болып тұр ғой. Мысалы, біздің сүйіп тыңдайтын әншілерімізді бізден 15 жас кіші жастар танымайды екен. Мысалы да, біздің хит болған әндерді айтпайды. Ал олардың әншілерін сіз қабылдай алмайсыз. Сонда қараңызшы, осы көзқарастардың бәрі сен ертең отбасы болған кезде ол басқа біреуді тыңдап отырса, сен басқа біреуді айтып отырсаң, оны қабылдамай отырса, әсер ете ме? Етеді. Сен енді екі жас деген ер мен әйел деген үйлесім ғой бір-біріне. Оның былайша айтқанда көзқарастар, пікірлер, айтатын темалар ортақ болу керек қой. Осы тұрғыдан алғанда ол ертең, бас кезде үйленуі мүмкін, ыстық суығың басылады ертең. Содан кейін не істейсің? Екеуің отыра бермейсің ғой. Әңгіме айтасың, сырласасың. Сол кезде сен былай қарап шауып жатсаң, ол былай қарап шауып жатса қалай болады? Жұбайлар бар, әңгімесі таусылған деген Мұхтар атамыздың өлеңі бар еді ғой. Сен әңгімең таусылған жұбай боласың, одан кейін оның маңызы, мәні болмайды да. Сондықтан сен әңгімең таусылмау үшін сенің ортақ құндылығың, ортақ темаң, былайша айтқанда сөйлесетін сөзің, тыңдайтын әніңе дейін ортақ болу керек қой енді. Сол үшін меніңше барынша екі жас қатарлас болғаны ертең үй болып кетуіне, жай болып, ертең жақсы отбасы болып қалыптасып кетуіне әсерін тигізеді. Бірақ енді әркім осы бір еркін заман, сізге оны олай болмайды, ол дұрыс емес, олай болмау керек деген күнде де сіздің сөзіңізді тыңдайын деп жатқан ешкім жоқ. Сондықтан оған бір жаңағы жүйкеңді босқа құртпай, оны жаңағы ақ ит кіріп, көк ит шығып, жаман сөзіңді айтып, қарғап кеткеннен гөрі бақыт тіле енді. Өйткені жақсы сөз жарымас дейді. Ол сөз ертең айналып келгенде өзіңізге тиеді. Сіздің аузыңыздан шыққан сөз сіздің тағдырыңызға айналады деген секілді. Сондай оқиғаларды, сондай тағдырларды көрсең, онда оған дұға қыл. Сосын біреуге күлме дейді, қазақ айтады бар ғой. Қызың бар болса, жезөкшеге күлме дейді. Ұлың бар болса, ұрыға күлме дейді. Қазақ табалама дейді да күлме дегенде. Олардың дұрыс емес екенін біл, бірақ табалама дейді. Біздің тағдырларымызды білдіріп жатқан бір нәрсе адамдарды сыртынан күліп табалау. Біреу бірдеңені білдірсе, ой масқара болып деп табалаймыз. Мысалы, кімге біл ертең сен ұлың өзінен 20 жас үлкен бір апаны алып келіп тұрмауына? Гарантия жоқ. Сен қанша үйде тәрбиелендің дегенде қоғам, әлеуметтік желі, орта жұтып жіберсең не істейсің оны? Сондықтан сен ондай бір оқиғаларды көрсең, бәлкім дұға қыл. Алла ұлдарымызды өз теңімен жұп қыл, өз теңімен үй қыл деген секілді. Және ол жұптарға да енді ақыр боларыс болған екен, отбасын құрған екен, ажырасып кетуден сақтап, берекелі шаңыраққа айналсын. Өйткені үлкен әйелмен жасы кіші ер азаматтың жұп құрып, отау құрып кетуінің үлгісі бар ғой тарихта. Егер оның үлгісі жоқ болса айтар едік та, бұл болмайды мүлде деп. Демек, оны да болдыруға болатын болып тұр да. Егер сондықтан оған дұға қылайық, пайғамбарымен, Хадиша анамызбен пайғамбарымыздың отбасылық үлгісін нәсіп етсін ол жұптарға деп. Бәлкім жасы кіші жұбайларды, жас қызда жаңағы ер азамат жасы үлкен болып, жастау жұбай алып жатуы мүмкін. Оның да үлгісі бар тарихта. Шариғаттан да, біздің ата-бабаларымыздан да. Сондықтан категорично мынау болмайды, мынау деген нәрсеге мен өзім қарсымын да. Бірақ негізінен ортаны ұстан дейді ғой өзі. Ортасы сол екі жастың қатарлас, білімі де, бірге оқыған, бір деңгейлес, әлеуметтік жағдайы да, білім деңгейі де, жастары да шамалас болса, ертең тіл табысуына, үй болып кетуіне сол көбірек әсер етеді деп ойлаймын өз басым. Түсінікті аға. Алла разы болсын. Енді Бақытжан аға, мынау
танысу сервистерінде, танысу топтарында тек таза ниетті адамдар отырады деп айта алмаймыз, өйткені қыздардың сезімін пайдаланатын жігіттер, қалталы кісілердің ақшасына бола жүрген небір алаяқтар бар. Жалпы сіздерге тіркелгендер осындай жағдайға тап болмас үшін қандай да бір жағдайлар қарастырылған ба? Алдын алу шаралары секілді ма? Қаншалықты сене алады сіздерге? Енді бізде біріншіден келісімшарт деген мәселе бар. Сол келісімшарттың ішінде барлығы көрсетілген. Біздің ниеттестеріміз оның ішінде заңмен көрсетілген, бекітіліп көрсетілген заңмен. Екіншіден, біз ол ниеттестердің құжаттарын қабылдаймыз. Құжаттандырған кезде адамның барлық ақпараттары өзі белгілі болады. Енді құжат өткізетін адамда алаяқ болса, ол өткізбейді ғой, мысалы. Құжатқа келген кезде әркім ойланады дейсіз ғой. Бұл мәселенің бәрі шешіледі. Себебі бұл құжаттандырудың өзі бұл қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жолдардың аяғын аңдып басатын болып тұр ғой. Былайша айтқан кезде бұған біздің ниеттестеріміздің өзіне де жаңағыдай бір пайдалы жағы, бізге келудің пайдалы жағы. Мысалы, сіз қызыңыз болмаса, ұлыңыз көшеде бір қызбен немесе бір жігітпен танысатын болса, ол оның ниетін білмейді ғой, ол қазір үйленеді ма, үйленбейді ма, мысалы. Сондықтан бұл бізге келген адамның бір ниеттестердің бір жақсы жері осы ниетін біледі. Жақсы екен, құжаттандыру үйленуге келді, ниеті бар үйленетін. Қыздар келді, ниеті бар тұрмысқа шығады. Ниеттерінің бәрі білініп тұрады. Тек қана бізге осы орталыққа келетін адамдардың барлығы үйлену, тұрмыс құру. Енді қараңызшы, мысалы құжаттандыруды адамдар ауыр қабылдауы мүмкін да. Бірақ сіз банкке барып кредит алсаңыз да құжатыңыз сұрайды ғой сіздің. Болмаса сіз не? Кез келген жерге барсаңыз сіздің құжатыңыз сұрайды ғой. Демек, олар да жауапкершілікті сезінеді. Ал енді үйлену секілді, біреуге қызыңды беру, ұлыңды келін алу секілді маңызды мәселеде, болмаса сен жар таңдау мәселесінде құжатыңды беру, бұл енді дұрыс деп ойлаймын, былай қарасаң. Себебі жауапкершілік сезінесің бе? Себебі сіз құжатты өткізгеннен кейін сізді де алдап кете алмайды. Сіз біреуді алдай алмайсыз. Сол ғой сол. Екі жақта қамтамасыз етеді. Банкке беретін құжатыңды үй болуға беруге неге болмасқа? Соның арасында біз былайша айтқан кезде біздің компания осының мәселелерге үйлестіреді ғой сіздер. Үйлестіріп көпір болып жақсы іске сәт. Тамаша аға, іске сәт. Енді Біржан аға, Қазақстанда адам саны көбейген сайын ресми неке саны қысқарыпты. Былтыр 129 мыңға жуық отбасы тіркелген. 2021 жылмен салыстырғанда 11.700-ге аз екен. Жалпы бұл сіздіңше жаға ұстатар жағдай ма, әлде бір уақытша құбылыс па? Енді ақпараттық қоғам, ақпараттық заманда бұл жаңа бүкіл батыстың идеологиясы бізге келіп жатыр. Жаңа крокодилмен үйленген мексикалық мерге дейін біліп отырмыз ғой, мысалы. Қалай дегенде де сіздің санаңызға лас ақпараттар құйылып жатыр. Жоқ, біз онымен жүрмейміз деген күннің өзінде ол жалпы қоғамға әсер етеді. Біз оны әсер ете алмайды деп ешқашан айта алмаймыз. Біз өзіміздің алған ақпараттарымыздың тұтқынымыз, сіздің фильтріңіз болған күннің өзінде де сіз белгілі деңгейде ол сізге әсер етеді. Сондықтан осындай ақпараттық пропаганданың әсері осы қоғамға тимейді деп ойламаймын. Оның үстінде жаңағы неше түрлі бір отбасылық азғындықтарды арнайы іздеп жүріп, соны көрсететін бағдарламалар көбейді. Жаңағы келін нұр өлтірген бірдеңе, келін зорлаған қайната, анау бірдеңе, шірдеңе деген секілді бір азғын ақпараттарды қоғамға барынша үлкейтіп жарнамалаудың біздің ел патологында тұр деп ойлаймын мен енді. Не бір бағдарламалар бар, Құдай бетін аулақ қылсын, астарлы ақиқат дегеннен бастап. Осының бәрі адамдардың жүрегін секем алғызбай қоймайды да, әсіресе жастардың. Сондықтан бұл енді менің ойымда осы салыстырған кезде бұл шынында да күтілген нәтиже болуы әбден мүмкін. Өйткені қараңыз, ақпарат осындай, ал енді оны бір ұлттық идеологиямыздың ақсап тұрғанын елдің бәрі біледі. 30 жылдан бері әлі белгілі деңгейде бір ұлттық мемлекеттік деңгейде идеологиямыз қалыптаспаған. Оны несін жасырамыз? Біздің идеологиялық қауіпсіздігіміз адам айтса сенгісіз шошитын жағдайда.
кез келген сыртқы ақпараттар бізге еш сүзгісіз тікелей балаларымыз қабылдап жатыр. Құдай сақтасын да. Мысалы, крокодилге үйленіпті деген ақпарат біздің Союздың кезінде тарамайды мұндай ақпарат, білесіз ба? Неге? Өйткені олар сырттан сүзгімен ғана өткізетін. Өздеріне мемлекет өзіне керек емес ақпаратты халыққа таратпайды. Ал енді жаман нәрсе тараған сайын жамандық көбейеді, жақсы нәрсе тараса жақсылық көбейеді. Ал жамандықтың тарауы өте кең және оның көбеюі өте тез да. Ол жерде шайтан жұмыс жасайды, басқа деген секілді. Сондықтан ойлай беріңіз, осының бәрі бізге тікелей тарап тұр ғой. Қан тамырымызға ешқандай мемлекеттік жаңағы кедергісіз әлемдік ақпаратты тізгінін ұстап отқан алпауыттар сіздің күре тамырыңызға, әр адамға тікелей кәдімгі нені тығып қойып, үлкен күре тамырыңызға жаңағы ақпараттың несін тығып қойып, сізге тіке таратып отыр да. Әсер етеді ғой. Сондықтан қиын негізі, Құдай сақтасын. Алла жаңағы біздің жастарымызды отбасын құруға кешеуілдеуден, ажырасудан сақтасын. Бірақ енді реальность дейді ғой. Ақиқат осы да енді, не дейсің оған? Сондықтан біз осы фактке сүйене отырып, мемлекет шұғыл шаралар қабылдау керек деп ойлаймын мен өзім. Оның түрлі жолдарын іздестіріп, бірақ енді мемлекет жұмыс жасап жатқан жоқ деп те айта алмаймыз. Бірақ көзге көрініп тұрғанда бір идеологиялық жұмыстарды әлі көре алмай отырмыз да, әңгіменің ашығы. Сондықтан осындай қоғамдық тұлғалар, Абай айтады ғой, единица болмаса не болады өңкей нөл деп. Ол единица деген кім? Единица деген елге бір дұрыс уәж айта алатын азаматтар елдің арасында. Сіз бен біз, былайша айтқан кезде, біз өзімізді единицамызде мақтану үшін емес, біз единица болуға тиіспіз деп жауапкершілікті алу үшін өзімізді единица болуға дайындауымыз керек. Біз күресуіміз керек енді осы мәселелермен. Сондықтан сіз бен біздің мойнымызда жауапкершілік ауыр ғой. Ал енді жаңағы ақпараттар қиын. Бірақ енді сол енді барың сол, не істейсің енді? Соған сәйкес сен өмірде шешімдер қабылдап жұмыстар істеуің керек та. Сен балаңды бір күшті жаңағы ата-бабаның жолымен жүретін, шариғаттың шеңберінен шықпайтын керемет бала қылып өсіре алмайсың қазір. Дейсіз ба? Өсіре алмайсың өйтіп. Жаңағы қоғам айналаң тұман болғасын адаспай тұра алмайды екенсің деп алаш зиялыларының қайсысы айтты? Айтты ғой сол сөзді. Жаңағы мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деді Абай. Айналаң, кімнің Есенқұлдың сөзі бар ғой, жаңа айналаң ұры болса, адалдан ет жемейсің деген секілді. Соқсап, қоғам осы болса, сен аспаннан әулие болып түспейсің ғой. Сондықтан осы қоғамда біздің балаларымыз өседі. Біз болашағы мемлекетіміздің, өзіміздің жеке тағдырымызды бұл мемлекеттен бөлек қарастырып жатқан адамдар емеспіз ғой. Бұл мемлекет бар ғой, осы қоғам айналып келгенде, тіпті чиновниктерге емес, бізге керек. Сол үшін осы қоғамның таза, осы қоғамның жақсы болуы бар ғой. Әр қазаққа мүдделі да, ақшасы бар адам шетелге кетіп қалуы мүмкін. Қазір одан оңай дүние жоқ. Тіпті мемлекеттің тетігін ұстап отқан азаматтар шетелде үй-жай болуы мүмкін. Ертең Құдай сақтасын, басыңа күн туған кезде ешкім таппай қалуың да мүмкін. Кеше қаңтардың кезінде көрдік қой қандай болған. Сыртқа кетіп қап, жайлап ел тынышталған кезде келді ғой біраз азаматтар. Ал енді сен қайда барасың, мен қайда барамын? Осы жердеміз біз. Не көрсек те осы қазақпен, осы топырақта көреміз деген соң, оның болашағына олардан гөрі сізбен біз алаңдауымыз керек та. Ол деген не? Ол деген қолың жеткен жерге дейін, аяғың жеткен жерге дейін өзіңнің ортаңды барынша мейлінше жаңағы дұрыс ұрпақ өсуіне атсалысу деген сөз ғой. Ажыраспайтын ұрпақ өсуіне, балаң бар ма, қыздың қақысына кірмейтін, бір қызды жылап тастап кетпейтін бала өсіруге. Қызың бар ма, ибалы, инабатты болып, бөтен еркектің қолынан ұстамай, өзінің теңін тауып, аманатпен ұзатып жіберетін қыз өсіруге. Сіз бен біз мүдделіміз. Осы жерде 3 адамбыз. Ол сіз 3 адамға әсер етесіз, ол тағы 3 адамға әсер етеді, солай кете береді. Сондықтан ауыры болса да шындық осы. Бірақ соның арасынан жол табуға тиістіміз деп ойлаймын. Бәрекелді аға, өзің секілді ақиқатын айтар ағалар көп болсын. Енді Бақытжан аға, мынау сіздерге тіркелгендер таңдауда 40-қа жақындағандардың арасынан іздесе, олардың дені ажырасып үлгергендер, теңін табу қиынға соқпай ма соларға? Бір ажырасқандары мысалы. Енді бұл жерде біз біріншіден
ол ажырасқандардың мәселесімен біз айналыспаймыз. Негізінде ол ажырасатын адам, ол өзі біледі, ол ажырасты ма, ажыраспады ма, бізге несі жоқ, ешқандай келіп кетеді, пайдасы да жоқ, зияны. Сіздер тауып берумен айналысасыздар ма? Біз оларды таныстырумен айналысамыз. Сондықтан қазір біз танысу тақырыбына көбірек көңіл бөлгенде айтылатын мәселелер азайып қалатын сияқты да, танысуға келген кезде. Ал енді мынау үйленуге келген кезде үлкен әңгімелер кетеді да, үлкейеді да, ары қарай несі. Бірақ негізгі миссияларың сіздердің таныстыру. Бірақ біздің тақырыпты қазір былайдан бүйтіп үлкейту керек қой. Үлкен тақырыпқа айналдыру керек. Себебі мынау жаңағы үлкен тақырыптың бастамасындағы үлкен тақырыпта бұл жай. Бұл да үлкен тақырып. Себебі мен кейде өзім ойлаймын да, неге бізде осы танысуды үст тастаған? Үст тастамаған, бірақ жоқ, біздің бабаларымыздың кезінде өте әдемілігісі болған ғой оның. Бұл біздің сана сезіммен, түсінікпен, әдеп-ғұрыппен болған екен, ол өзі немен кете берген. Бірақ қазір неге осы заманауи танысудың үлгісін, қазақи болсын, заңды болсын, осыны кеңірек ашып, осыны кеңірек бір түсінік қалыптастырмасқа қоғамда. Қандай бұл дұрыс болады танысу? Көшеде танысып кете берген, таксиде танысып кете берген, автобуста танысып кете берген, кафеде танысып кете берген, аллеяда отырып танысып кете берген, әлеуметтік желіде отырып танысып кете берген. Ол қаншалықты дұрыс екенін, ол қайда апаратынын, неге осы танысу тақырыптарын үлкен қып, кеңірек ашып айтпасқа деп ойлаймын да мен. Дұрыс, өте орын. Айтпесе біз танысуды ойлап қалаймыз. Кердің, менің есім мынандай, сенің есім мынандай. Мен мына жылғы болам, мен мына жылғы болам. Руым мынау, қандай әңгіме болу. Бізде сосын қазіргі танысқан қыздар, олар руын сұрайды ма? Руын сұрамайды. Ол да мәселе. Бірінші электронды почтасын сұрауы мүмкін. Инстаграмын сұрауы мүмкін, тиктогына тіркелуі мүмкін. Жаңа сіз айтпақшы лайктарын басуы мүмкін. Руы қайда қалады сонда? Біз үлкен жаңағы үйлену кезіндегі тақырыптарды айтып отырмыз, тектіліктерді айтып отырмыз. Сонда танысу кезіндегі тектіліктер қайда қалады сонда? Бастамасы дейсіз ғой. Мына бастамадағы тектілікті біз ұстауымыз керек қой. Енді біз мына өзенді бұлғап, кейін барып тазалаймыз деген сияқты. Бірақ біз мына фильтрді бұлақтың басына қойып қоюымыз керек. Өте орынды. Танысуды сол үшін мен кеңірек осылай айтылса, егер осы мына танысу туралы көбірек білетін кісілер мысалы айтса да осы мысалы енді үлкен ағаларымыз көп, мысалы үлкен әйел адамдар болсын, тағы болсын, осы танысу тақырыптары мысалы. Бұрынғы танысулар қандай болды? Хат жазды мысалы, басқа солай танысты мысалы. Кеңестік кезеңдегі танысудың үлгілері. Оның алдындағы бабаларымыздың үлгісін әкелу керек қой. Енді біз өзіміз ойлаймыз, мысалы ертең ұл өсіріп жатырмыз, қыз өсіріп жатырмыз. Біз оларды қалай таныстырамыз мысалы? Енді ол қазір анау сұрасады, ананың үйінде қызы бар екен, әулетіне қарайды, сөйтіп құда түсіп қоятын. Бұрын бесікте жатқан кезде құда түсіп қоятын нәрселер болған да. Сосын оны таныстырмай қосып қоятын кездер де болған мысалы. Дәстүрімізде болған. Құда түсіп қояды, сен қызың балаң таный ма, оны танымай ма, сен оның табиғатына сәйкес келесің ба, келмейсің ба, қызықтырмайды. Құда түсіп қойды ма, сырға салып қойды ма, болды үйленесің. Сонда әңгімелер де бар ғой қазағымызда, өз дәстүрімізде де бар, тағы басқа да. Сол үшін енді осы танысу тақырыбын меніңше кеңірек болсын, жастарымызға болсын, үйленіп жатқандарға болсын, іздеп жатқандарға болсын, осыны кеңірек таныстырсақ деген. Таныстырып, және жақсы формасын қалыптастырып, жолға саса, бұл да үлкен жұмыс. Үлкен бір қоғамдық мәселеге айналдырып, осының дұрыс жолын шешім тапсақ деп ойлаймын да. Дұрыс, өте жақсаға дұрыс. Енді бір жаңағы қазір жеңгелердің көбісі баяғыдай жастардың танысуына араласпайтын болды. Әркім өз теңін өз тапсын дейді. Мынау қайын сіңлісі кәрі қыз атанып, оң босағада отырып қалуына сол жеңгелердің де бір қандай да бір үлесі, кінәсі бар ма? Енді қазір жеңгейлер негіден қашады одан. Өйткені жаңағы бәрі айналып келгенде жауапкершілікті. Ертең ажырасып кетсе, мен таныстырып дей ма деп.
Енді осы жауапкершіліктен қашудың артында қандай салдарлар болып жатқанын қазір әңгіменің басынан бастап айтып келе жатырмыз да. Егер жеңге өзінің жауапкершілігін алған болса, аға өзінің жауапкершілігі мойнында болған болса, көптеген шаңырақтар ортасына түспейтін еді. Көптеген шаңырақтар құламайтын еді, бала жыламайтын еді. Жеңгелердің таныстыру үрдісі бір қазақ дәстүрдегі жақсы нұсқаның бірі еді ғой кезіндегі. Қыз сырын жеңгесіне айтатын, ұнататын жігітті жеңгесіне айтатын, бір жігітті ұнатса да, сосын ол жеңгесі жатар кезде күйеуіне айтатын, сосын ағасы оның әкесімен ақылдасатын. Бәлкім ол жігіт әлі жаңа құда түсіп қоймаған болса, арғы жақтағы, үшінші жақтағы біреулер арқылы түрткілеп ой салатынын айтып өтті. Тікелей жаңа мен қызымды ал демес еді. Әдемі формалары бар еді. Осының бәрінен үзілдік қой біз. Мәселе содан жаңағы кешегі 90-шы жылдардың кезіне келдік. Әркім өз-өзімен көшеде танысып кеп, әйтеуір қол ұстасып үйленіп, жастар өзі біледі дейтін жағдайға жеттік. Мысалы да, қазір сіз ең соңында жаңағы балаң телефон аса да таңдап бересің, бірақ әйел аса араласпайтын деңгейге жетті ата-аналар. Бәлесін оған. Ата-аналар араласпайды, балалар өзі біледі, жастар өзі. Балалар өзі білген жақсы, бірақ сен оның телефон аса да барып, мынау маркс жақсы, айфон жақсы, Samsung анау мынау деп араласасың да, ең өмірдегі маңызды сәтіне келген кезде жоқ, өзі біледі деп араласпайсың да. Қалай бұл мысалы? Ешқандай қисынға келмейді да. Сен өмірде тәжірибесі бар, өмірде көрген білгенің бар, былайша айтқанда ыстық суғың басылған адамсың ғой. Ең араласу керек жерің сол емес пе сен? Мысалы да. Кейде біздің ата-аналар, кейбір аналар жаңағы баласына таңдау қалдырмай, мен кімді айтам соны аласың деп, баланың құқын шектеп жібереді. Қатты шектеп тастайды. Ал енді шариғат айтып жатыр, пайғамбарымыздың сүннеті айтып жатыр, ұл мен қыз бір-бірін мақұлдауы керек. Бұл жерде махаббат, таңдау беру керек. Таңдау, ол ұлда қаламай, қызда қаламай неке қиылуға болмайды деп жатыр да. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде өте бір гармониямен жасалатын дүние да бұл. Мен мүлде араласпайым деп тастап қоюға болмайды, оны араласу керек, жақсы мақсатпен, жақсы ниетпен. Оның жеңгесі болсын, басқасы болсын, туысы болсын, ағайыны болсын. Ал енді жоқ, жастардың өзі біледі деп мүлде тастап қоюға да болмайды. Болмаса жаңағы мен алғанымды аласың деп олардың құқын белінен бұрап шектеп тастауға да болмайды. Ситуацияның бәріне қарау керек. Қалай? Ыңғайы кеп тұр, жобасы кеп тұр, әдемі келді, үйлесіммен келді, бала да мақұлдап тұр, қыз да кетер емес деген секілді бір әдемі бар ғой жобасы. Сол нәрселердің бәрі ортақпен. Енді осылай шешілген отбасылар көп-ақ қой негізі. Бірақ оның жағына мас жоқ та, өкінішке қарай. Жаңағы жамандықпен болған нәрсенің дақпырты көп. Бірақ жаңа аға айтып жатқандай, әдемі бір танысудың формасы жалпы қоғамда жоқ емес бар. Мысалы мен өзімнің ағамның баласы жеңгесіне айтып жүр да, жеңгей бір жақсылау қыздар болса қарап маған айтсаңызшы, үйленетін жасқа кеп қалдым дейді. Жеңгесіне сенім артып тұр. Қыздармен араласасыз, ортамен араласасыз деп. Енді жеңгесі қазір соның бір-екі қызды көрсетіп жатыр да енді. Былай қарасаң қазақы дәл бұрынғы бабаларымыздікіндей болмағанмен жобасы бар да енді, формасы бар. Көрсетіп жатыр. Содан егер қыз бен жігіт көңілі жеңгесі себеп болып ойдан шығып жатса, онда ертең ата-анасы жолығады. Жаңа тәтті шай деген секілді ол асып кете береді да. Осындай формалар болу керек деп ойлаймын. Құдай қаласа оны сіз боп, біз боп қалыптастыруға болатын шығар деген ойдамын. Енді Бақытжан аға, алдымызда 3 бірдей сертификат тұр. Жалпы осы сертификаттарды тойларда табыстау, адамдарға сыйлық ретінде беру ниетінде екенсіз. Сол жөнінде айта кетсеңіз. Енді бұл сертификат, бұл былайша айтқан кезде жаңағы ниеттестер деп жатырмыз. Кімге болса да бұл сыйлықты сыйлауға мүмкіндік бар. Бізден сатып алады. Сөйтіп сатып алған сыйлықты жаңағыдай інісі болсын, ағасы болсын, кімге болсын. Мысалы, ата-ананың өзі ұлдарына да сыйлық жасап жүр. Енді қазір кейбір кездерде кейбір ұлдар, қыздар ата-анасына қашан үйленесің, өйстіп жүре бересің ба деген әңгімелер көп қой қазір. Не болды, соны не алмайсың ба? Ананы көрсе десе, бала енді уақытым жоқ деуі мүмкін, білмеймін, кейін көреміз ғой деуі мүмкін. Мүмкін тағы да басқа.
мына сертификаттардың бір артықшылығы осындай мәселелердің жабуына себепші болады да. Бұл мына бала мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынасқа да жақсы да. Мысалы, туған күн болып қалды ма, тағы бір қандай іс-шара себеп көп қой енді. Себебі көп қой, сыйлап жіберу. Жұмаға сыйла, мысалы. Сыйлық сыйлап жіберсең, болмаса ата-ана өзі сыйлай алмаса, жаңағыдай сіз айтқандай бір жақынына, бір тағасына болсын, бір ағасына болсын айтады, мына сертификатты алыңдар да ана балаға сыйлап жіберіңдерші. Жасы келіп қалды, әрекет қылсын үйленуге, танысып деп. Болды анау ертең деген сияқты мына сертификатты алып сыйлап жібергенге бұл өте былайша айтқан кезде сіз қажылыққа баратын адамға қажылыққа барасың ба десең, ол әртүрлі сылтау айтуы мүмкін да. Бірақ жолдама беріп жіберсең, жолдамасын беріп жіберсеңіз, әрекет қылады. Әрекет қылады да, ниет етеді да, қажылыққа былайша айтқан кезде. Бұл да соның бір жақсы бір үлгісі, біріншіден. Сосын қазір біздің әлеуметтік экономикалық жағдай дейміз ғой. Қазір байқа қарасаңыздар, тойбастар деген нәрселер бар. Тойбастардың бәрі қайдан келіп жатыр? Қытайдан келіп жатыр. Қытайда білесіздер, біздің ақшамыз Қытайға кетеді, Қытайдың заты бізге келеді. Енді біз оған қаншалықты біз үлес қосып жатырмыз? Ол кәкір шүкірдің бізге қандай пайдасы бар? Сосын ол қандай сыйлық болады, ол қандай тойбастар болады? Сосын біздің ақшамыздың бәрі Қытайға кетіп жатыр да. Оның орнына менің ұсынысым, мысалы, сол тойбастары болсын, қандай сыйлыққа болсын. Болмаса бір тойда ойын ойнатып жіберуге де, мысалы. Қазір неше түрлі ойындар ойнатып жатыр тойда. Көп па? Екі сертификатты алып, бірінші орын, екінші орын деп қойып, әдемі дәстүрлі ойындарды ойнатып, осы сертификатты беріп сыйлық қылып жіберсе де, мысалы. Бұл әрі қоғамға қаншама үлесін қосып жатыр. Екі жастың таныстыруына, бір-бірімен кездесуіне, мынау ақша өзіміздің әлеуметтік экономикалық осы жерге құйылады. Осы Қазақстанда қалады ғой, мысалы. Себебі жоба Қазақстандық қой, мысалы. Осындай нәрселері, бұл сертификаттың артықшылықтары өте көп та. Біз бұған қазір бейжай қарауымыз мүмкін сертификат. Бұл сертификат па, сыйлық па, сертификат па, сертификат. Бірақ бұның астарында өте үлкен әңгімелер жатыр. Қоғамдық болсын, әлеуметтік, материалдық, қандай жағдай болса да, бұл сертификаттың пайдалары осы. Бәрекелді, іске сәт. Бақытжан аға, Біржан аға, келгендеріңізге көп рахмет. Біршама тақырыптар талқыладық, өте актуалды мәселелер айтылды. Риясыз әңгімелеріңізге уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Әрдайым Алланың амандығында болайық. Құдай тағала бастамаларыңызға береке берсін. Істеріңізге игілік тілеймін аға. Нұржан Жақсылықтың YouTube каналында жолығып тұрайық, Құдай қаласа. Амин. Алла риза болсын.